Әнекей, сән салтанаты жарқыраған дүбірлі той өтіп жатыр. 700-ге жуық қонақ жиналыпты. Әрқайсысы қадірлі, әрқайсысы қадірменді. Қызылды жасылды шамдар жарқ-жұрқ етіп, мейрамхананың іші алтынмен аптап, күміспен қапталғандай. Елге танымал жұлдыздар бірінен соң бірі өнерлерін паш етіп, әуезді әндерімен кештің көркін кіргізуде. Дастарханға жер бетіндегі бар дәм жиналғандай, әрбір көрініс ертегіге еніп кеткендей әсер қалдыруда. Бұл жай ғана той емес, бұл ел есінде қалатын ауқымды бір тағылымды мереке сияқты. Кеш иелерінің жомарттығы мен қонақжайлығы талайдың таңдайын қақтыруда. Мұндай той ғасырда бір өтетіндей. Алайда жұртты таң қалдырған тойдың әдемілігі емес. Дүбірлі тойды атағы жоқ, дөкейде емес, бірақ жүрегі кең, пейілі дархан, қарапайым ғана бір отбасының өткізіп жатқан еді. Ешқандай шен шекпейінде байлықта жоқ. Журналистер мен жұлдыз қуған жұрт той иелерінің аты жөнін сұрағанда, ел ішінде жүрген елеусіз жандар екенін естіп, сенер сенбесін білмей бастарын шайқады. Тойдың басты ұйымдастырушысы қарапайым жесір әйел екенін білгенде, жомарттың қолын жоқшылық байлайды деген сөздің құр аңыз ғана екеніне көздері жеткендей болды. 4 қыздың ішіндегі жалғыз ұлын үйлендіріп жатқан Балқияның көзіне бақыттың мөлдір тамшылары үйірілді. Бұл сәт оның өмірінде ең қасиетті, ең айрықша күн еді. Перзентіне деген махаббаты шексіз, әрқашан оның жолын ашық етуге, бақытына кедергі болмауға барын салатын. Ұлының тойында Балқияның жүрегі ерекше толқып, шексіз қуаныш пен мақтанышқа бөленді. Барлық қиындыққа төтеп берген, өмірдің талай сынағын өткерген ана ретінде ол осы ұлының бақытты шаңырақ көтергеніне ештеңеден аянып қалмады. Өйткені ұлы 30-ға таяп, өте кеш үйленіп жатыр. Балқия сол үшін де тойды керемет өткізу үшін жанын бере жаздап жүр. Жиналған жұрт шаттықтың теңізінде тербеліп, танымал хит әншілердің өнерін тамашалап, көңіл көтеріп отыр. Бір сәтке бәрі бейне бір концерт залына еніп кеткенде күйде. Осы бір үйлесім, әдемі атмосфера мен рухани ләззат бәрі бірге шексіз қуаныштың көркем көрінісіндей әсер қалдыруда. Алайда осы бір қуаныш пен шырайға толы тойдың бір бұрышында, жарқын жүздердің арасында жалғыз жан ғана бұл шаттың үніне үн қоса алмауда. Ол Балқияның құдағиы, яғни бүгінгі үйленіп жатқан ұлынан кейінгі қызы Мерейдің енесі Жібек еді. Тойдың сәні де, әні де оның қабағын жаза алмайды. Жымию тұрмақ, шеке басы тырысып, кірбіңі тарқамаған күйде үнсіз отыр. Оның жан дүниесіне мүлде басқа күй, іші алай-дүлей. Көз алдында құдағиы Балқия жаңа құдаларына шетінен қымбат тон кигізіп, гауһар тастан жасалған әшекейлер тағып бәйек болып жүр. Жібек оның әр әрекетін қалт жібермей бақылап, шытынап, жарлардай болып отыр. Адам бола қалуын қарашы, белгілі ғой кімнің арқасында бұлай шалқып жүргені, деген ащы ойлар Жібектің ойын шырмап алған. Көпшілікке беймәлім бұл үнсіздік сырт көзге салқын ғана көрінгенімен, ішінде талай ой, санада мазасыз сұрақтар жүріп жатқаны сезіліп тұр. Неге? Олар бір-біріне тек құдағи ғана емес, теттейінен бірге өскен жан құрбылар еді ғой. Жан құрбылар еді. Ешкім білмейтін сырды бөліскен, балалық пен жастықтың жарқын сәттерін бірге өткерген Жібек пен Балқия құдағи атанып, армандары орындалғандай еді. Уақыт өз еншісін алып, бәрін орнына қойғандай көрінген. Бірақ бүгін Балқияның басқа перзентіне дүркіретіп жасаған тойында жарқ-жұрқ еткен шамдар мен шат күлкілер арасында Жібек неге көңілсіз отыр? Неге? Тыңдайық ендеше. Балқия мен Жібек бала күннен бірге өсіп, бір мейізді бөліп жеген, бірге күлген, бірге жылаған, жан дүниелері егіз жаратылғандай жақын құрбылар еді. Қай жерде Балқия болса, соның жанына Жібек табылатын. Екеуі бірін-бірі көзқараспен түсінісетін, бірінің қуанышы, екіншісінің шаттығы, бірінің қайғысы, екіншісінің жүрек шері болатын. Мектеп бітірер жылы екеуі сынып партасына қатар отырып, Жібек, біз екі жаққа кетсек, қатты қиналатын шығармыз. Біздікі жай достық емес қой, жанымыз егіз сияқты.
деген Балқияның сөзі әлі күнге жібектің жүрегінде шаңғырып тұрғандай. Сол жылы екеуі екі қалаға оқуға түсті. Бірі-бірінен алғаш рет алшақ кетті. Бірақ сағыныш оларды алыстата алмады. Апта сайын автобусқа мініп, бірін-бірі көруге ұмтылатын, ұзақ сөйлесіп, түн ортасына дейін сырласып, жүректеріндегі сағынышты бөлісіп тарқататын. Сол сәттерде достық дегенің ең адал, ең таза үлгісін өздері де байқамай өмірлерімен жазып жүрген еді. Уақыт өтті, екеуі екі шаңыраққа келін болып түсті. Екі қала, екі әлем, бірақ екі жүрекке арақашықтықта бөгет бола алмады. Телефондағы ұзақ әңгімелері мен шексіз сағынышпен жалғасқан достық қайтадан жарқырай берді. Кейіннен ана танып, сәби иіскеген сәтте де әзіл аралас ескі армандар қайта оралатын. Бәлкім, бір күні екеуміз құдағи болып кетерміз. Қызым, сенің ұлыңа тұрмысқа шығып жатса ше, деген бірінің сөзін бірі қоштап, сол күнге жетсе қой шіркін-ай, деп екеуі мәз болатын. Тұрмыс құрып, әркім өз ошағын түтетіп кеткенімен, Балқия мен жібектің арасындағы достық баяғы бала шақтағыдай мызғымай тұрды. Уақыт озып, өмір арнасы сан тарапқа бөлінсе де, жүректердің арасын ештеңе суыта алған жоқ. Балалықтан бастау алған, қыз күннің кіршіксіз пәк сенімімен суарылған достық енді ана жүректердің парасатымен өріліп, мейірім мен ықыластың биігіне шыққан еді. Кейде тағдыр адамдарды жақындатып қояды, кейде алыстатқанымен көңіл аралығын ажырата алмайды. Балқия мен жібек сондай жандар болатын. Қай той болсын, қандай жиын болсын, бірінің жанынан екіншісі табылатын. Қатар отырып, көз қиығымен сыр бөлісіп, ескі естеліктерді жаңғыртып, бір сәтке болсын, баяғы балалық күндерге оралып қайтатын. Екеуінің арасындағы шынайы достық енді ұрпаққа жалғасты. Балалары да бір-біріне туыстай болып кетті. Жазғы демалыс келгенде бірінің баласын бір арқалап, біздің үйде біраз күн жүріп кетсін дейтін көңілдің кеңдігі мен сенімнің шынайылығы қалыпты жағдайға айналған еді. Бұл достық тек ана мен ана арасында емес, ұрпақтың жүрегіне де із қалдырды. Олар бір-біріне шынайы бауырдай бауыр басты. Үлкендердің ниетінен бастау алған, жүректен шыққан қарым қатынастың ұрпаққа ауысқан шынайы жалғасы еді. Балқияның қызы Мерей мен жібектің ұлы Әнуар да кішкентайынан бір-біріне жақын болды. Мерей оттай жанған, мінезі ұшқалақ, пысықтығы мен шалттығы бірден байқалатын қыз. Қимылы шапшаң, ойы мен тілі де жүйрік. Ол ештеңені ішінде бүгіп қалмайтын, көңіліне алғанын жүзеге асырмай тынбайтын қайсар мінезімен ерекшеленеді. Ал жібектің ұлы Әнуар сабырлы, байсалды, көп сөйлемейтін, бірақ терең ойлы, жүрегінде көп сыр сақтаған момын бала еді. Бір-біріне мүлде ұқсамайтын осы екі мінез от пен судай оларды тіпті жақындастыра түскен еді. Мүмкін, дәл осы қарама қайшылық олардың жүректерін тоғыстырған шығар. Бірінің асығыстығын бірі тежеп, екіншісінің баяулығына бірі жан бітірген болар. Тағдыр кейде осындай тосын тепе-теңдікті үйлестіріп қояды емес пе? Мерей мен Әнуар тек екі жастың ғана емес, екі отбасының, екі құрбының да тағдырын жалғаған жұп болатын. Балқия мен жібек өз перзенттерінің шәлкем шалыс мінездеріне қарап, әзіл шыны аралас болашақтарын сөз етіп отыратын. Балқия қызына қарап жымиып, мына Мерейдің мінезіне күйеу шақ келмей қалама деп қорқамын. Мінезінің қарқыны қатты, тілі де қимылы да шапшаң. Әнуар ғана шыдайды бұған. Тек сол ғана айтқанына көніп, еркелігін көтере алады, деп айтып отыратын. Жібек те құрбысының сөзін іліп әкетіп, менің Әнуарыма Мерей сияқты жанып тұрған от қыз болмаса, өмір сүруі қиын болады-ау. Жер қозғалса да былқ етпейтін тым сабырлы өзі дейтін. Бұл сөздер алғашында жай әзіл сияқты көрінсе де, шын мәнінде жүректен шыққан аналық түйсікпен айтылған тұспал еді. Балалар да бұл сөздерді жиі ести өсті. Алғашында мән бермегенімен, уақыт өте келе сол сөздер сана түкпіріне із қалдыра бастады. Мерей Әнуардың сабырлы қалпына тәнті болатын, ашуланбайтын, асықпайтын, әр нәрсені байыппен қабылдайтын мінезі оның жүрегінде ерекше орын алды. Ал Әнуар үшін Мерей жарық сәуле секілді. Оның жарқылдаған мінезі, ештеңеден тайсалмайтын батылдығы Әнуарға рух беріп,
өміріне бояу қосқандай болатын. Жоғары сыныпқа аяқ басқан Әнуардың өмірінде алғаш рет шынайы қорқыныш пен шарасыздық пайда болған еді. Ешкімен ұрыспайтын, өзімен өзі жүретін баланың момындығын пайдаланып, мектептегі өзіне үлкен бір-екі оқушы ақша бопсалай бастады. Мойны счетчик іліп қойып, қорқытып, күн сайын ақша талап етіп, бермесе ұрып соғамыз деп қысым көрсететін. Әнуар оны ешкімге айта алмады. Мұғалімдерге айтуды ар көрді. Ал үйдегілерге айту анасының жүрегін ауыртумен бірдей еді. Сондықтан ол үнсіз көнді. Анасынан қайта-қайта сылтауратып ақша сұрап, күнделікті үреймен өмір сүрді. Жібек бастапқыда ұлына сеніп, сұрағанын беріп жүрді. Бірақ сұраныс жиілеп, уәжер күмәнді бола бастағанда күдік күшейді. Ашуға булыққан Жібек бір күні қатты ұрсып, ақшаның есебін сұрады. Сол сәттен бастап Әнуар ақша сұрауды доғарды. Бірақ мәселе шешілген жоқ. Күндердің күнде Мерей бұл үйге қонаққа келіп, Әнуардың бөлмесінде телефонмен сыбырлап сөйлесіп отырғанын естіп қалады. Әнуар біреуге жалбарынып, бірер күнде тауып беремін, бүгін бере алмаймын, жоқ деген сөздерін естіп, бірден мән-жайды түсінді. Бұлар кімдер? Неге оларға жалынып отырсың? Деді бірден. Әнуар эмоциясын жасыра алмады. Ол өтірікті айта алмайды. Барлық күйі бетіне шығып, өз емес, көз айтып қояды. Шарасыз халде отырған оның жағдайына: біздің мектепте де осындай жағдай болған. Мен сен айтпасаңды біліп отырмын. Олар сенен ақша бопсалап жүр ме? Айтса енді. Шакалдарға үндемей ақша беріп жүргенше неге қарсы шықпайсың? Өзің қарсы шыға алмасаң, ұстаздарға, ата-анаңа айт жағдайды, деген Мерей күйіп пісті. Әнуар тағы да үнсіз. Қорқынышымен ұяты қатар шарпып, не істерін білмейді ал. Сол сәтте Мерей ешкімнен тайсалмай өз бетімен әрекетке көшті. Бірде мектепке баруды ұйғарды. Әнуардың әке-шешесіне айтып, оның беделіне нұқсан келтіргісі келмеді. Дереу мектепке барып, мұғалімдерге жағдайды бүкпесіз баяндап берді. Шуды үлкен етіп көтеріп, мәселені жылы жауып қоюға мүмкіндік бермеді. Мектеп әкімшілігі, ата-аналар, тіпті құқық қорғау органдар араласып, бопсалаушылар жазаланды. Әнуар мен тағы сол сияқты оқушылардан алынған ақша түгел қайтарылды. Мәселенің беті ашылып, Әнуар алғаш рет өзімен бірге тұрған қорқыныш пен қысымды Мерей арқылы жеңіп еді. Әнуар да осал емес, сырт көзге сабырлы, кейде мінезсіз көрінетін шығар, бірақ оның ішкі әлемі бай, жан дүниесі терең еді. Әнуар әрқашан дауыстап, өз пікірін тықпалаған емес, бірақ керек сәтте үнсіз әрекетімен ақ үлкен тірек бола алатын. Ол сабырдың, білім мен парасаттың адамы болатын. Мектепте де, кейін университетте де үлгілі оқуымен көзге түсіп, ұстаздарының сенімін иеленді. Басқа қалада оқып жатса да, Мереймен байланысы үзілмеді. Кешкілі уақытта екеуі телефон арқылы жиі сөйлесіп, Мерей қандай тақырыптан қиналса да, Әнуар оны асықпай төзімен түсіндіретін. Формула есептерінен бастап, шығарма идеясына дейін бәріне көмектесті. Мерей кейде ашуланып, сабақты тастай салғысы келіп, ренжіп отырғанда да, Әнуар оның көңілін аулап, барынша жұмсақ сөйлейтін. Бір сөзбен емес, ұстамдылығымен, қамқорлығымен сабасына түсіретін. Ол жылап тұрса тыңдап, ұрысса үндемей, сабақтан шаршаса қолдау көрсетіп, жанынан табылуға тырысатын. Мерей үшін бұл жай ғана көмек емес, сенім еді. Тек біліммен емес, жан тыныштығымен, тіпті қаржы жағынан да сүйеніш бола алатын адам тек Әнуар болатын. Жоғары оқу орнында оқып жүргенде де Әнуар үздік студенттердің қатарынан табылатын. Сабаққа тиянақты, зерек жігіт өз біліммен өзгелермен бөлісуден де жалықпайтын. Группаластардың есептерін шығарып, сызбаларын сызуға көмектесіп, сол арқылы азын аулақ табыс тауып жүрді. Бұған қоса, онлайн жұмысынан түсетін пайдасы мен стипендиясы да бар еді. Сол себепті оның қалтасы ешқашан бос болмаған. Ақшадан тарыққан кезі жоқ, керісінше жиған терген ауылдағы ата-анасына да жіберіп тұратын. Ал Мерейдің жағдай мүлде басқаша еді. Ол ақылы бөлімде оқиды. Ешқандай тұрақты жұмысы жоқ, ал шығыны аз емес. Түрлі косметика, сәндік киімдер, жиаусатын көңіл күйіне лайықты заттар, бәріне қаржы керек. Анасы Балқия екеуі көбіне қаржы мәселесіне келгенде сөзге келіп қалатын. Өткен аптада ғана ақша жібердім, оны қайда жұмсадың деп ашуланатын анасы. Сонда Мерей: косметика алдым,
көйлек алдым, қыздармен қыдырдым деп бұртиып жауап беретін. Балаларын бағып қағып, жәрдемақы мен мардымсыз айлықты жеткізуге тырысып жүрген Балқияға бұл ауыр тиетін. Әр тиынды есептеп, әр теңгені бағалап отырған ана үшін қызының бұл тірлігі кейде түсініксіз әрі ауыр болатын. Оқу ақысының өзі оңай шаруа емес еді. Әнуар мен Мерейдің балалық шағы екі түрлі қалада өтсе де, тағдыр оларды бір қалада табыстырды. Екеуі де бір жоғары оқу орнынан білім алды. Мерей оқу орнының табалдырығын Әнуар екінші курсқа аяқ басқанда ғана аттаған. Сол сәттен бастап жігіт қызға ағалық қамқорлығын аямай, оны өзінің қарындасындай көріп жүрді. Олардың таусылмайтын ортақ әңгімелері бар. Мерей Әнуарды ешқашан жалықтырған емес. Аузы жабылмай, үйін құрғанда балалық шақтарындағы тентектіктерін айтып тырқылдап күліп, Әнуарға да езу тартқызып отыратын. Ең бастысы, бір-бірінен ештеңе жасырмайтын. Бала күннен сырлас болған аналары Балқия мен Жібек секілді, бұл екеуінің де арасына ерекше рухани жақындық бар еді. Бірін-бірі көзқарасынан ақ түсінетін, үнсіздіктен де мағына табатын. Әр кездесуде олар ішкі әлемдерін ақтарып, бір-біріне тірек бола білетін. Қуанышты сәттерде бірге шаттанып, көңіл бұзылғанда жан тыныштығын да сол бір-бірінен табатын. Солайша уақыт сырғып өтіп жатты. Ал олардың арасындағы байланыс күннен күнге тереңдей берді. Олардың арасындағы байланыс ағалы қарындас арасындағыдай шынайы бауырмалдылыққа толы еді. Әнуар үшін бұл сезім риясыз қамқорлық пен сенімнің үлгісіндей болатын. Ол Мерейге ешқашан өзгеше көзімен қараған емес. Іштей оны өзінің қарындасындай қабылдап, өмір жолында қамқор болуды парызы санайтын. Екі ананың әзіл-шыны аралас құдағи болу туралы айтқан сөздері де Әнуар үшін жай күлкілі әңгіме болып қала беретін. Жан дүниесіне бауырындай болып орныққан Мерейді ол өмірлік жар ретінде елестете де алмайтын. Екеуінің арасында тым нәзік, тым таза бір байланыс бар еді. Ол махаббат емес, алайда махаббаттан кем де емес. Ол сенім мен жанға жақындықтың белгісі болатын. Әнуар бұған дейін солай ойлап келген. Мерей өзіне жақын қарындасындай, жүрек төрінде орны бөлек, бірақ бауырлық шеңберден аспайтын жан. Соған сеніп келген. Алайда Мерейдің бір күні жай ғана ештеңе болмағандай, маған группамдағы бір жігіт ұнайды деп күлімсірей айтқаны Әнуар үшін жай сөз емес, найзағайдай жарқ еткен, ішкі тыныштың быт-шыт еткен ауыр соққы болды. Сол сәтте жүрегі дір ете түсті. Әлдене үзіліп кеткендей, өңі қашып, жанын алай-дүлей күй биледі. Бұл қарындасын жатқа қимаған ағал қызғаныш па, әлде өзі мойындаудан қорқып келген шындық па, ол да түсіне алмады. Бір ғана анық дүние, ішіндегі өрт. Мерейдің өзге біреуге жылы сезіммен қарайтыны оны бей-жай қалдырған жоқ. Тіпті бей-жай қалдыру түгілі бүкіл жан дүниесін алапат күйік шарпыды. Сол кеште алғаш рет жалғыз қалып, үнсіздікпен арпалысты. Айнала тып-тыныш, ал оның ішінде боран ұлып тұрды. Өзін сабырға шақырып көрді. Бәрін бауырлықпен түсіндірмек болды, бірақ жүрек тыңдамайтын еді. Ақыры ішкі қыспақ пен күйзелістің салманы шыдай алмай, өмірінде алғаш рет темекі тұтатты. Түтінмен бірге ішіндегі өкінішін, әлсіздігін, тіпті мойындауға батыл жетпеген сезімін де сыртқа шығарып жібергісі келгендей еді. Бірақ темекі де сол сәттегі жарасын жеңілдете алмады. Ол енді ғана ұққандай, Мерей оның жүрегінде әлдеқашан бауырдан да биік, досқа да сыймайтын бөлек орын алып үлгерген екен. Кішкентайынан қос ананың бір-біріңе қамқор болыңдар, бір-біріңнен көз жазбаңдар деген ақ тілектері мен әзіл-шыны аралас құдағи болсақ қой шіркін дейтін ниеттері ме екен, әлде шын мәнінде Мерей ғана Әнуардың махаббатына лайық жан болғаны ма? Ол жағын өзі де нақты айыра алмады. Бірақ дәл сол сәтте Әнуар жүрегінде буырқанып жатқан асау сезімді тұңғыш рет мойындады. Иә, бұл жай ғана бауырлық жақындық емес еді. Бұл үндемей ұғысқан, үнсіз түсіністіктен басталып, жүректің ең түкпірінен бой көрсеткен махаббат болатын. Бұған дейін өзінен қашып жүрген шындық енді оның қарсы алдында анық тұрды. Ол Мерейді сүйеді екен. Ал Мерей, ол да дәл Әнуар секілді ойлап келген. Екеуінің арасы таза, мөлдір,
бауырлық пен достыққа негізделген байланыс деп сенетін. Сол себепті де ол өзінің жүрегін басқаға бергенін Әнуарға еш бүкпесіз айтқан. Бұл ішкі сезімнің шынайы ашықтықтың көрінісі еді. Мерей үшін ол жақын сырлас, әр сөзінен қолдау тапқан жан, бірақ өмірлік серік болуға лайықты образ емес. Әнуар тым бір қалыпты, тым сабырлы. Ал Мерейдің жан дүниесі алау, ол жүрегін мазататын, өзінен де асып түсетін, алабұртқан отты, қызу қанды азамат аңсады. Өмірге құштар, әр қадамына айқайлап із қалдыратын, көзге бірден түсетін жарқын бейнені аңсайтын. Өзінен де асып, жанын маздап өртейтін шоқтай жанды іздеді. Өзі от, ал Әнуар су секілді көрінетін. Суығы емес, салқын сабыры жалықтырып жіберетін. Көптің назарындағы ширақ, өзіне сенімді, әрқашан алда жүретін жігітке көз түскені де сондықтан еді. Ал Әнуар тек жақын дос, туған ағадай, қамқор жан. Ал өмірлік жар, ол мүлде басқа сипаттағы адам. Әнуарға бұл туралы айтқанда, көңілін жаралап аламын деп ойламады. Себебі өз ойынша, екеуінің арасында ешқашан одан артық бірдеңе болмаған. Болмайды да деп сенетін. Мерей Әнуар жақсы көреді, дос ретінде, жүрек сырын бөлісетін, жақын жан ретінде, бірақ махаббат ол басқа әлем еді. Әнуар өкінішке қарай сол әлемге сыймайтын, өзге бір шеңбердегі адам болып қалған. Ал Әнуар өз әдетінше сезімін ашық білдіре алмады. Бәрін ішке бүгіп, өзімен өзі арпалысты. Тек жүрегінің түкпірінде тұншыққан күйзеліс, өртте күйіп жатқан сезім ғана бар еді. Ол сүйетінін де, тіпті дәл қазір-ақ оған бар өмірін арнағысы келетінін де ашық айта алмады. Жүрегін бөтенге арнап қойған қыздың сезімін мәжбүрлеп өзгертуге болмайтынын білетін. Сол себепті ең ауыр шешім қабылдап, қызды ұмытуға бел буды. Бұрынғыдай хабарласпай, ара қашықтық ұстады. Өзін алдаудың, жүрегін жұбатудың амалы ретінде басқа қызбен көңіл жарыстыруға да тырысты. Бірақ қанша тырысса да, сол қыздың көзіне Мерейдің бейнесі өшпеді. Ол қыз қаншалықты жақсы болса да, Мерейдей бола алмады. Мерей оның өмірінің ең нәзік тұсын, ең терең сырларын білетін адам еді. Қыздың көзінен бір қарағанда айтпақ болған ойын ұғады, қажеттілігін алдын ала сезеді. Әңгімесін тыңдаған сайын шексіз тартылатын, жалықтырмайтын, жанның азғын беретін ерекше жан. Байқаса, өзі хабарласпаса Мерей де үнсіз қалатын болыпты. Бұл да Әнуардың жанын шымшып, ішінен күйдіріп бара жатты. Бұрынғыдай, қайдасың, не істеп жүрсің деген қарапайым, бірақ жүрекке жылы тиетін сөздер естілмей қалғалы да көп болған. Уақыт өте келе, бұл үнсіздік екеуінің арасын алыстата бастағандай еді. Санаулы күн емес, тура бір айға жуық уақыт өтті. Сол бір кеште аспанда бұлттанып, көңіліне де түнек үйірілген шақта Әнуарға кенеттен Мерей қоңырау шалды. Даусы дірілдеп, үні тұншығып шықты. Кездесейікші, өтінем дейді. Бұл сөздердің ар жағында не тұрғанын Әнуар сөзсіз ақ ұқты. Ол ешқашан Мерейді жылаған күйде көрген емес. Мерей үнемі көңілді жүретін, жан-жаны шуақ шашып жүретін күнде еді. Көңілсіз жүрсе де, ешқашан оны білдіртпейтін. Ал қазір оның әлсіз, қорғансыз күйге түскені Әнуардың жанын төңкеріп жібергендей болды. Мерейдің қиналғанын көргенше, бүкіл өмірін тәрк етуге дайын екенін жүрегі айқайлап айтып тұрғандай еді. Қанатсақ ұшып жетті. Тек жетсе болды. Тек сол көз жасын сүртіп, жаннан табылса болғаны. Ол сәтте Әнуар үшін қалған дүниенің бәрі маңызсыз еді. Анау жігіттің басқа қызы бар екен, деді Мерей сөзін үзіп-үзіп. Ешкімге келмеген қыз басыммен, өзім айттым ғой оған ататымды. Даусы дірілдеп, сөзін әрең жалғады. Ал ол болса, жай ғана жымиып тұрып, мені мазақ еткендей басқа біреумен жүретінін айтты. Мен үшін бұл қорлық. Сол сәтте Мерейдің иығы дірілдеп, кеудесіне жиналған мұң көзімен ағып жатты. Еңкілдеп жылаған қыздың халі Әнуардың жүрегін шымырлатып, қаңқылдап ұшқан құстай мазасын алды. Ол ешқашан Мерейді мұндай әлсіз күйде көрмеген. Жарқырап күліп жүретін өмірге ғашық Мерей дәл қазір көз алдында жан жарасы бүктетіліп отыр. Әнуар не айтарын білмеді. Оны жұбатуға сөз таппады. Бірақ ол үнсіздіктің де ем болатынын сезетін. Сол үнсіз махаббаттың тілін ұғып,
Жанына жайғасып, иығынан ақырын құшақтады. Құшағы жанашырлық, иығы тірек, бірде-бір сөз айтпады. Тек жанынан кетпеді. Оның әрбір тамған көз жасын ішіне сезіп, іштей өзі де жылап отырды. Сол сәтте ол Мерей үшін бәріне дайын екенін тағы да түсінді. Ол қыздың көз жасын сүртуге ғана емес, жүрек жарасын емдеуге де дайын еді. Бірақ ол мұны әлі де сөзбен емес, тек үнсіз сүйіспеншілікпен ғана жеткізе алатын. Сол кездесуден кейін Әнуар бір нәрсені анық түсінді. Мерейді енді ешқашан жалғыз қалдыруға болмайды. Қыздың жылап тұрған сәті оның жүрегіне жазылмас із қалдырды. Содан бастап ол үнемі қыздың жанынан табылып, бұрынғысынан да қамқор болуға тырыса бастады. Күн сайын бір сылтау тауып, оны кездесуге шақыратын болды. Кейде жай ғана көшені біраз аралау үшін, кейде кино көруге, кейде қала шетіндегі саябаққа серуендеуге, кейде ешқандай себепсіз-ақ гүл сатып алып, жай ғана күннің жарқын өтсін деген ниетпен сыйлай салатын. Таңдаулы дәмханалардан сүйікті тәттілерін алып беріп, көңілін аулап, Мерейдің күлкісін қайта көру Әнуар үшін күн сайынғы мақсатқа айналды. Алайда ол бәрін аса нәзік, ештеңені міндеттемей, сол баяғы бала күнгі пәк көңілмен, достық риясыздықпен жасады. Мерей де бұл қамқорлықты жылы қабылдап, жан жарасын ұмыта бастағандай болды. Әнуар жанында болғанда, өзге ештеңені ойламай, жан тыныштығын сезінетін. Сөйтіп, екеуінің арасында сол баяғы балғын достық жалғаса берді. Бірақ енді бұл достықтың ішінде үнсіз егіліп тұрған терең сезім бар еді. Бірі ашық айта алмай, екіншісі байқамай жүрген. Кім байқамай жүр? Мерей ме? Жоға, соңғы кездері Мерейдің көңілі өзгеріп жүр. Бұрын Ануарға тек дос, бауыр, тірек деп қарайтын. Ал енді жүрегінде бір жұмбақ толқу пайда болған. Күндердің күнінде анасы Балқияға сырын жайып салды. Бұрынғыдай емес, даусында бір кідіріс, ойында бір күмән, жүрегінде бір жаңғыру бар. Сіздер Жібек әпкемен кішкентайымыздан айтып жүріп, біздің тағдырымызды баяғыда бір арнаға тоғыстырып қойған сияқтысыздар. Әнуарды мен расында ағамдай көретінмін. Ол менің типажымдағы жігіт емес еді. Ал мен ұнатқан жігіттер маған ешқашан көз салған емес. Ешқайсысы менің жан дүниеме үңілгісі келмейді. Әнуар, ол әрдайым жанынан табылады. Қуансам бірге қуанады, жыласам үнсіз жаныма жайғасады. Соңғы күндері мен оны өмірлік жар ретінде елестетіп көруге тырысып жүрмін. Бірақ бәрібір біртүрлі деді. Балқия бұл сөздерді естігенде қуанышын жасыра алмады. Қызның бұлай ашылып сөйлегенін бұрын соңды көрмеген еді. Жүзі бал-бұл жайнап, қызым-ау, сен рас айтып тұрсың ба? Сен Әнуарға тұрмысқа шықсаң, ешқашан қор болмайсың. Ол сені алақанына аялап өтеді. Оның үстіне анасымен де мен талай жылғы құрбымын. Ертеңгі күнім енем өйтті, бүйтті деген әңгімеден де аман боласың. Ерке келін боласың. Ойлан Мерейжан, біз сендерге жамандық тілемейміз. Екеуің жарасымды жұп боласыңдар. Шырағым, деп аналық жүрекпен ақ тілегін ақтарып салды. Мерей үнсіз тыңдап отырды. Іштей мойындағысы келмегенімен, жүрек әлде қашан өз таңдауын жасап үлгергендей еді. Көңілінде бір ұшқын тұтанып, Әнуарға деген көзқарасы жаңа бір реңкке бояла бастады. Мерей шешімге келуге тырысқан сайын, ойы сан-саққа жүгіріп, жүрегі мен ақылы арасындағы арпалыс басталды да кетті. Бір сәт, жоқ бұл жай ғана жалғыздықтан туған уақытша әлсіздік шығар, деп сенгісі келсе, Әнуардың мейірімі, қамқорлығы, қолдаусыз қалдырмайтын шынайылығы оның жүрегін түрте беретін. Әнуар жанында болғанда Мерей өзін қауіпсіз сезінеді. Қарапайым дүние секілді көрінгенімен, бұл сезім дәл қазір ең бағалысы екенін енді түсініп келе жатыр. Қала шеті күн қызарып батып бара жатыр. Аспан шетіндегі шұғылалы бояу бәрін үнсіз қалдырып, табиғаттың өзі бір сыр айтып тұрғандай еді. Желсіз тымық ауа, айналадағы тыныштық Әнуар мен Мерейдің жүрісіне үндесіп тұр. Олар үнсіз келе жатты. Бірақ бұл үнсіздік жаттықтан емес, жүректер арасына терең байланыстан туғандай еді. Мерейдің қадамы баяулап, жүзінде байсалды бір сұлу мұң пайда болды. Бұрынғыдай көп сөйлемейді. Бүгін бір ерекше, өзі де түсінбей тұрған әлде бір іштей шешіммен жүрген сияқты.
Әнуар, деді бір сәтте күтпеген жерден. Я, деді жігіт бірден, бірақ даусында әлде бір діріл байқады. Егер, жай ғана сұрап тұрмын, аналарымыз ниет еткендей біз екеуміз бірге бола аламыз ба, деді. Әнуар сол сәтте жүрісін кілт тоқтатты. Күн сәулесі оның жанарына түсіп, жан дүниесін түгел жарыққа бөлегендей, бір сәт қимылсыз тұрып қалды да, бұл сұраққа мен күн сайын іштей жауап беріп келемін, деді ақырында. Тек сен ешқашан бұлай сұрамайсың ба деп ойлайтынмын. Мерей кішкене кідіріп, қабағын сәл көтеріп, тура жанарына қарады. Егер мен айтпасам, сен осылай үнсіз жүре бересің бе? Сезімің жоқ па әлде? Түсінемін, екеуміз ағалы қарындас секілдіміз, бірақ соңғы кезде біраз нәрсеге басқа қырынан қарап жүрмін, деді Мерей. Ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көрде, ішпен біл. Мен сөзбен емес, іс-әрекетімен сездіргім келді, деген Әнуар нық сөйледі. Мерей жымиып, жанарын төмен түсіріп, ақырын ғана жауап қатты. Мен сенің іс-әрекетіңнен сезіп жүрмін. Сол үшін де еш еменбей бүгін осы тақырыпты қозғадым. Олар үнсіз қайта жүріп кетті. Қызара батқан күн олардың көлеңкесін созып, болашаққа жол тартқан, екі жүректің бірге соққанын үнсіз растап тұрғандай еді. Сол кештен кейін Мерейдің ішінде бір әлем төңкеріліп түскендей болды. Әнуардың жылы да сабырлы жауабы жүрегін әлдилеп, бұрын байқамаған терең сезімдер оятты. Бұл сезім жалындап жанып, сосын өшіп кететін өткінші құмарлық емес. Бұл жылдар бойы тамыр тартқан, тастай берік сенім мен шынайылықтың жемісі еді. Мерей оның алақанына ақырын өз қолын қондырып, мен ойландым, деді сыбырлай. Е, сен менің таңдауымсың. Қорықтым, күмәндандым, бірақ бәрінен шаршағанда сенің жанынан ғана тыныштық табады екенмін. Сенің құшағың мен үшін әлемдегі ең қауіпсіз жер. Егер сен әлі де... Әнуар оның сөзін күтпестен қолын қыса түсті. Жабап айтудың қажеті жоқ еді. Жүрек бәрін баяғыда шешіп қойған. Ол жай ғана. Мен күттім, ешқашан үміт үзбедім, деді. Олардың арасында байланыс енді тек достық пен қамқорлық емес. Бұл екеуін өмір бойы жетелейтін, баянды махаббаттың алғашқы, бірақ ең шынайы бетеді. Мерей шешімін толық бекітіп, анасы Балқиямен ашық сөйлесті. Қызыл күрең шай үстінде үнсіз отырған анасына езу тарта, анашым, сіз Әнуармен жақсы жұп боласыңдар деп едіңіз ғой. Балқия шай құйып жатып, қызының жүзіне мұқият қарады. Көзі күлімдеп сала берді. Иә, Мерей жымиып, мен де солай ойлаймын, деді сыбырлап. Балқия көзіне еріксіз жас алғанын жасыра алмай қалды. Қуаныштан емес, Алладан тілеген тілеуінің қабыл болғанынан. Қызын бауыр басқан, сенімді жігітке тапсырғалы тұрған ананың көңілі жай тапқандай. Сол күннің ертеңінде Әнуар анасы Жібекпен сөйлесті. Таңғы шай кезінде, анашым, мен Мерейді өмірлік жарым ретінде көретінімді айтып, сіздерден ақ баталарыңызды алғым келеді, деді бірден. Жібек бір сәтке үнсіз қалды. Сосын ол да көзіне жас алып, баласының қолын қыса түсті. Бұл менің көптен күткен тілеуім еді, балам. Балқия екеуміз бала кездеріңнен ақ жүректерің үндесіп тұрғанын сезетінбіз. Сенің таңдауың менің жүрегім толықтай риза, деді. Осылайша екі отбасының арманы орындалып, аналардың көп жыл бұрын еріксіз әзіл араластырып айтқан құдағи болсақ деген арманы шындыққа айналды. Бұрынғы достықтың тамырынан өрбіген шынайы махаббат енді болашақ отбасына ұласты. Мерей мен Әнуар үшін бұл бәрі енді басталатын жаңа өмірдің беташары еді. Жүрегінің тыңдаған екеуі енді тағдырдың сыйына алғыс айтып, бірін-бірі бұрынғыдан да биік қастерлей бастады. Көп ұзамай екі жақта той қамына кірісті. Көптен күткен қуаныш енді нақты іске айналды. Екі ана, Жібек пен Балқия баяғы әзілдерін енді шындыққа айналғанына сенбей мәз-мейрам. Құда түсу рәсімі де үлкен құрметпен өтті. Жібек пен күйеу арнайы сыйларын арқалап, Балқияның төріне келіп құда түсіп сөз байласты. Екі жақ бір-бірінен бұрыннан білетіндіктен отырыс ерекше жылы шыраймен өтті. Қосана бір-біріне қарап, біз баяғыда құдағи болып қойғанбыз. Енді ата салтты бекемдеп алсақ болғаны деп шын жүректен қуанды. Сырға салу рәсімінде Мерейдің жүзі бал-бұл жайнап, бойжеткеннен болашақ келінге айналған сәті бәрінің жүрегін елжіретті. Әнуар оның қолына сақина таққанда, көздерінде үнсіз түсіністік пен болашаққа деген сенім ұялаған еді. Тойға дайындық басталды. Туған туыс, дос-жаран түгел жұмылып, бұл қуаныш ортақ мерекеге айналды.
Тойда екеуінің балалық достықтан басталып, махаббат жолы туралы естеліктер айтылып, жұрт сүйсіне тамашалады. Бірі естелік айтып, бірі өлең оқып, бірі екеуінің бала күнгі суреттерін көрсетіп, зал толы көңілді, мейірімге толы сәттермен тербелді. Балқия қызының маңдайына сүйіп тұрып, бақытың баянды болсын шырағым, сенімді қолға кетіп бара жатырсың. Әнуар сені бақытты қылатынына мен жүрегімен сеземін деді. Жібек те Мерейді құшақтап тұрып, сен менің келінім емес, қызымдай боласың. Өзім тілеп, қалап алған қуанышымсың. Ұлым, екеуің бақытты болыңдар, деп маңдайынан сүйді. Той өтті. Әнуар мен Мерей енді бір шаңырақ астында. Бұрынғы күндердің шынайы достығы енді махаббаттың тұғырына айналып, сенім мен сыйластыққа негізделген отбасы болып қалыптасты. Тойдан кейінгі алғашқы айлар тәтті бал сияқты. Күнделікті өмірде жаңадан бой үйреткен екі жас әр таңды бірге қарсы алып, әр кешті бірге шығарып салатын шағын пәтер, қарапайым жиһаз, жұпыны тіршілік ешбір олардың көңілін түсірмейтін. Себебі бақытты болу үшін салтанатты сарайда, сәнді жиһазда керек емес. Жеткілікті нәрсе бір-біріне деген сенім, ықылас, махаббат. Әнуар бұрынғыдай еңбекқор, оқудан соң жұмыс істейді. Кеш қайтса да шаршағанын білдірмейді. Қолы босай салса, үй шарасына көмектесіп, келіншегінің көңілін табуға тырысады. Ал Мерей күн сайын күйеуінің бейнетқорлығына қарап отырып, оның ішінде қандай алып жүрек жатқанын түсіне бастады. Күн өткен сайын Әнуарға деген сезімі тереңдеп, бастапқы жақсы көру баяулап барып, шынайы махаббатқа айналып бара жатты. Бірақ айлар өте, Әнуардың жұмысы тұрақсызданып, табыс азая бастады. Отбасылы болған соң шығында көп. Екеуінің де сенетін ешкімдері жоқ. Екеуінің де ата-аналары тым қарапайым күн кешеді. Пәтер ақысы, коммуналдық төлем, азық-түлік бәрі көз аштырмай, иыққа біртіндеп жүк бола бастады. Алғашында ол бұл жайлы Мерейге тіс жармады. Күнде ертең бәрі түзелетіндей үмітпен жүре берді. Бірақ бір кеште тоңазытқышта тек бір жұмыртқа мен 2 тілім нан қалғанын көрген Әнуар үнсіз отырып қалды. Сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. Ол іштей сезеді. Осы бір жұмыртқаны Мерей өзі жемей, бұған сақтап отыр. Саған мұндай өмір ұсынғым келген жоқ, деді Әнуар бір кезде. Мәңгі бақи тоңазытқым осылай бос тұрмайды ғой. Мен саған сенемін, деді Мерей еш кідірместен. Даусында әлсіздік емес, керісінше мықты әйелдің сабырлы сенімі бар еді. Өзінің аяғы ауыр, құнарлы тамақтар жеп, дәрумен қабылдау керек. Соның өзін жеткізе алмағаны Әнуар өзін іштей қатты сөкті. Бұл бір көп отбасына кездесетін жай ғана бір кішкентай сынақ еді. Бірақ сынақтың салмағы оларды баса алмады, керісінше бекемдеді. Өйткені олардың махаббат сән мен салтанатқа емес, сабыр мен сыйластыққа негізделген еді. Қарапайым пәтерде, жарық сөнгенде, сыбырласа күлісі отырған екі жүрек тыныштық табатын. Бірақ өмір толсынан тағы бір бұрылысты дайындап қойыпты. Мен саған сенемін, осы бір ауыз сөз Әнуар үшін қанат емес, тұтас аспан сияқты еді. Сол сөзді естіген сәтте ол өзін мүлде басқаша сезінді. Бойына бір уақытта қуат құйылып, көз алдына үлкен істер, биік мақсаттар келе бастады. Бұрын жүрексінген жоспарларын енді еркін ойлайтын болды. Жасқанбай, жасымай тәуекел етті. Ол оқуын тәмамдаған соң өзге құрдастар секілді бір айлыққа қарап отырғысы келмеді. Жолын өз қолымен жасағысы келді. Жетекелесіп жүре бермей, енді өз бақытымды бастағым келеді, деді ол бір кеште Мерейге. Баста, қайда апаратыныңды білмесек те бірге барамыз. Мен сенің артыңнан емес, жаныңнан табыламын, деді Мерей қуана қолдап. Сол-ақ екен, Әнуар әрекетке көшті. Банкке барып, тәуекелмен несие рәсімдеді. Ақша қолға тиген сәтте іркілмей, өзіне жақсы саланы, көлік бөлшектерінің саудасын таңдады. Түн ұйқысын бөліп, шетелдік сайттардан тапсырыс берді. Базар бағасын саралады. Сауда орталығынан жалға шағын орын алды. Саудашы алғашында тұралап жүрді. Сатып алушылар сирек келді. Жеткізілген бөлшектер бірде сапасыз болып, бірде қате келді. Несие уақыты тақап, қалтасы жұқарып, иығына ауыр салмақ түсті. Кей күндері базардан үйге шаршап келіп, кешкі ас үстінде үнсіз отыратын.
Бірақ дәл сол сәттерде үнсіздікті бұзып жанында Мерейдің дауысы естілетін. Қиындық бұл өз жолыңды тапқанның дәлелі. Саған сенем, бұл шай сәтсіздік емес, өсу сатысы. Қазір сенің ең мықты болып жатқан шағың, деп демеу беріп отыратын. Осы бір сәт Әнуардың ішінде түнерген бұлттарды ысырып, аспанын қайта ашып беретін. Ол ертеңіне бұрынғыдан да ерте тұрып жұмысына кірісетін. Саудасы жайлап жүре бастады. Көп ұзамай тұрақты клиенттері пайда болды. Тапсырыс көлемі артты. Тәуекелі еселеніп, маңдай тері жемісін бере бастады. Ол кешкісін үйге қайтып келе жатып, Мерейге гүл сатып алатын болды. Үйдің есігін ашқанда, қолындағы раушан гүлін жымиып ұсынып, «Мынау менің табысым емес, сенің сеніміңнің жемісі» дейтін. Күндер өте берді. Әнуардың саудасы енді тоқтаусыз жүріп жатты. Тапсырыс көбейіп, тауарлар түгел сатылып, қаржы айналымы еселеп артты. Бұрын жалғыз өзі жүріп, қорапқа арқалаған Әнуар енді көмекшілер жалдайтын болды. Ал Мерей үйде отырып-ақ тіршіліктің жүгін жеңілдетуге барын салатын. Бір күн Әнуар қаладан шығып, шағын жер телімін сатып алды. «Бұл болашақ үйіміздің іргетасы», деді ол келіншегіне. Мерей қуаныштан көз жасына ие бола алмай, оны құшақтап тұрып, «Саған сенгенім ең үлкен жеңісім екен», деді. Уақыт сынақтың ғана емес, сыйдың да иесі. Кеше ғана жалдамалы жұпыны пәтерде бір-біріне медет болған Әнуар мен Мерей бүгін қаланың ауқатты шағын ауданында екі бірдей баспананың иесі. Аспанға теңескендей аппақ үйлер, ауласына жайқалған гүлзар, ішінде бал күлкісі қалықтаған шаңырақ бұл байлық емес, берекенің бейнесі еді. Олар қос-қостан көлік мініп, пәтерлер алып, өздеріне ғана емес, ата-аналары мен бауырларына да қарайласып отыратын дәрежеге жетті. Енді олар тек өз отбасының емес, айналасында жақындарының да үмітіне айналды. Әнуардың бастаған кәсібі дөңгеленіп, сауда нүктелер уақыт өткен сайын көбейіп жатты. Жолында қиындықтар мен тығырықтар артта қалған. Енді ол кәсіптің әр бағытын басқарып отыратын айналымы ірі үлкен кәсіпкерге айналды. Бірақ сол биікте жүрсе де, қарапайым қалпын сақтап қалды. Өзінің алғашқы сәтсіздікке толы күндерін ұмытпады. Ал Мерейше, ол үйде отырып қалған кәсіпкердің әйелі емес еді. Ол сол кәсіптің бір қанаты. Әнуар сыртта шапқыласа, Мерей ішкі есеп-қисапты тізгіндеп, сан мен салықтың арасында жүретін. Бір табыс оның қолынан өтетін. Әнуар соның бір тиынына да күмәнданған емес. Себебі оның осы биікке жетуіне Мерейдің сенімі, қолдауы, жылы сөзі себепші болған. Кешкісін балалар ұйықтаған соң, екеуі шай ішіп отырып, өткен күндерін еске алады кейде. «Есіңде ме? Тоңазытқышта тек бір жұмыртқа ғана қалған кез», дейтін Мерей жымиып. «Есімде, сол бір жұмыртқа бізді осы күнге жеткізгенде көрінеді маған», деп күлетін Әнуар. Бұл шаңырақта байлық сән үшін емес, сенім мен мейірімнің жемісі еді. Олар көпке ұқсамайтын қалталылар болды. Ата-анаға қарайласып, жетімге жәрдемдесіп, аузына жоқпен бөлісіп отыратын. Екеуі де ата-аналарына ескі үйлерін бұзып, үлкен үй салып берді. Мерей де, Әнуар да ешқашан бастарын биік көтеріп, өткендерін ұмытқан емес. Себебі олардың бақыты байлықта емес, бірге жүрген әр қадамда, әр сәттегі бірін-бірі қолдауда еді. Міне, олар осылай өркендеп, өрістерін кеңейтіп, бақыттың бақшасында жүргендей көрінетін. Үйлерінде сәбилердің күлкісі, дастархандарында молшылық, жүректерінде махаббат пен сенім бәрі де бар еді. Бірақ бақталастық деген елеусіз басталып, біртіндеп санаға сыза түсіретін, көзге көрінбес, бірақ көңілді кеміретін құртта екен. Бәрі де сол алтын алқадан басталды. Мерей қосананың көңілін қатар табуға әрекет етеді. Алдымен енесі Жібектің туған күніне орай асыл тасты, нәзік өрнекті заманауи үлгідегі алтын алқаны сыйға тартты. Жібек риза болғандай көрінді. Алғысын айтып, мойнына тағып талды. Кезек Балқияның туған күніне келді. Мерей оған да дәл сондай алқа сыйлағысы келіп еді, бірақ анасының көзі жуандығы саусақтай, бағасы да көңілдің құндай қымбат басқа алқаға түскен болатын. Ана көңілін қалдырғысы келмей, қызы таңдауын тарту еткен болатын. Міне, осы бір жағдай кешегі құрбылар, бүгінгі құдағилардың арасындағы бақталастықтың бастауы болып еді. Келесі күні таңертең Жібек тікелей ұлына қоңырау шалды. «Шипажайға жолдама алып бер». «Жоқ, Балқияға бармаймын, қызымның енесімен барамын», деп жаңа құдағиын ертіп әкетті.
Балқия бұл жайлы естігенде бозарып отырып қалды. Бәрін бірге ақылдасып, қайда барса да, не істесе де қосақтасып жүруші еді. Жібектің ештеңе айтпай, жаңа құдағиын ертіп кеткеніне іші дыз ете қалды. Сол күні кешкі-ақ қызынан Дубайға жолдама сұрады. Күндер өте, менің ұлымның арқасында, менің қызымның арқасына деген көлеңкелі ойлар екеуінде бой көтере бастады. Ал Мерей мен Әнуар екі жақтың да амандығын, аналарынан бастап бүкіл туыс-туғанның жағдайын ойлап үйренген. Олар үшін екі жақ тең болу керек, өмірлік қағида. Сол үшін де Әнуар анасы Жібекке қандай қамқорлық жасаса, Мерей де Балқияға дәл сондай жағдай жасауға тырысты. Үй, ішкі жиһаз, алтын бұйым, бәрі де ретімен. Әнуармен ақылдасып, отырып шешілетін. Еш нәрсе жасырын емес. Мерей үнемі, сенің анаң риза болса, менің анам да солай риза болу керек деп, қос тараптың да көңілін табуға тырысатын. Бірақ ақша көбейген сайын Балқияның тілегі мен талабы биіктеп жатты. Мейірімді ана, перзентінің бақыты үшін түн ұйқысын төрт бөлген әйел еді. Бірақ енді сол ананың ниетін ара-арасына пендешілік басып кететін. Әнуарды адам қылған екенсің ғой, сенсің ғой. Сен болмасаң сүмпиіп, қолына папка ұстап жүретін еді. Осы жағдайға жеткендер сенің арқан ғой, деп еріксіз айтып қалатын болып жүр. Балқия тұрмысында бар шығынды, тіпті ең ұсақ түйекке Мерейдің мойнына іліп қойды. Анау керек, мынау керек деген сөзіне енді Әнуар шешесіне мынадай жағдай жасапты ғой деген сөздер қосыла бастады. Жан құрбым дейтін бұрындары, кейіннен тілеп алған құдағиым дейтін еді. Енді болса Әнуардың шешесі деп сөйлейтінді шығарды. Ал Мерей анасының өтініштеріне қабақ шытпайтын. Ол үшін ананың разылығы бәрінен биік. Жібек те бұл жақта мәз болып жүрген жоқ. Дүниені тауып жатқан ұлым, келін төркініне тасығыш. Ұлымның бүкіл ақшасын иемденіп алып, төркін қарқ қылып жатыр деп іштей күйеді. Мерей қызым деп сөйлейтін, ендігіде келін дейтін болған. Мерейдің төркініне асырған әр тиыны Жібектің жанын осқылайтын. Ең жаманы, екі жақта қызғанышпен бақталасық уақыт өткен сайын үдеп бара жатты. Бұрын бірге отырған құдағилар енді қатар келсе, бір-бірінің киіміне, қолындағы жүзікке, тіпті немереге әкелген ойыншықтың сапасына дейін қарап, үнсіз салыстыратын болды. Салыстыру салқындықтың бастамасы еді. Олар бір-бірінен асып түсуге ұмтылатын болды. Бір-бірін іздеуді қойды. Тойларда, жиындарда бұрынғыдай қатар отырмай, араға бір-екі орын қалдырып, алыстан амандасатын болған. Жүректерінде бұрынғыдай ашықтық емес, сақтық тұратын болды. Мерей мен Әнуар мұны да байқамау мүмкін емес. Олар қосананың бір-біріне деген ала көздігіне уайымдайды. Сол үшін де тартуларын жасырын жасайтын болды. Олар екеуі осы екі араның ортасында қалған қос көпір сияқты еді. Қай жаққа қисайса, екінші жақ ренжіп қалады. Қай сөз айтса, екіншісі дұрыс түсінбей қалады. Ақшатамды өзгертеді екен, бәрін емес, кейбірін. Сол өзгерістің тұзағына қос құдағи ілініп еді. Олар енді бұрынғыдай бір-бірінің тілеуін емес, сүрінуін тілейтін дәрежеге жетті. Бір-біріне арнап айтылғандай көрінетін астарлы сөздер, тұспалдап тасталған мысқылдар, бәрі у сияқты тамшылап, көңілдерін баяу уландырып жатты. Олардың жауластығы іштен өрбіді, ашық соғысқа ұласпайтын, бірақ ішкі әлемді тырнап бітпейтін ұзақ майдан секілді еді. Қорқынышты еді бұл үнсіздік. Нағыз қорқынышты. Себебі оларды бір-біріне мәңгілікке байлап қойғандай, екеуінде де құпия бар еді. Тек екеуіне ғана аян, тым тереңде жатқан. Ашылса екеуінде өмірлерін төңкерері хақ. Сол құпияның ауыр салмағы ғана оларды ұстап тұрғандай. Ұстап қана тұрған жоқ, тұншықтырып барады. Ақыры бір күні Балқия тіліне ие бола алмады. Жылдар бойы жүрегінің түбінде қатып жатқан сырдың шетін абайсызда емес, әдейілеп түртіп өтті. Әдейі. Сосын құдағиына сынай қарады. Тіліне ие бола алмауына Жібектің де үлесі бар болар. Өйткені ол бір жиында менің балам, менің ұлымның арқасы деген сөздерді ашық айтып, осы дәрежеге жетулеріне ұлына берген тәрбиесін мақтан ете бастады. Отырғандар да Әнуардай ұлды өсірген Жібектің қолтығына су бүркумен болды. Елдің ілтипатына да қызғанышпен қараған Балқия екеуі оңаша қалғанда, Әнуар басқа балаларынан ерекше, не дегенмен де өз әкесіне ұқсаған шығар, көшеден тапқан балаң, деп у тілімен бір шағып алды. Көшеден тапқан балаң. Бұл жайлы Балқиядан басқа ешкім білмейді.
тіпті қойнында жатқан күйеуі де. Тек Балқияға ғана айтып еді, сол бір дәуірде жұмысында бастығымен төсектес болғанын. Күйеуі бар бола тұра бастығымен төсектес болып еді. Артынша бойына бала біткен. Ал бастығының жұмысы ауысып, басқа қалаға көшіп кетіп, жабулы қазан, жабулы күйінде қалған болатын. Күйеуі Әнуәрді өз баласындай көреді. Тек күйеуі ғана емес, бәрі солай ойлайды. Балқиядан басқа бұл құпияны ешкім білмейді. Жібектің қан қысымы көтеріліп, көзі қарауытты, құлағы шыңылдады. Балқия неге бұл құпияны есіне салып тұр? Мақсаты не? Дүние айналып бара жатқандай теңселіп құлап қала жаздады да, артынша дереу есін жия қойды. Сосын, әр адамның өмірінде ешкім білмейтін құпиясы болары анық. Сенің де ешкім білмейді ойлайтын құпияңнан мен хабардармын ғой. Оны еске салудың қажеті қанша? Қайынбекеңді өлтіргенің сол кезде басқаларға аян болғанда екеуміз осылай тұрмайтын едік. Балаларымыз бас қосып құдағи атанбаушы едік. Келген сайын күн бермейтін қайынбекеңді жек көретін соншалықты өзенге итеріп жіберіп едің ғой. Жұртқа аяғы тайып кетіп, суға тұншығып өлді деп айттың. Оның қалай өлгені сол күй ешкім білмеді. Мен ғана білемін. Маған ғана айтып едің, деді. Балқияның реңі сұп-сұр болып кетті. Ол күтпеп еді Жібектің бұл жағдайды есіне салатынын. Ол өз өтірігіне өзі де сеніп қалып, қатып қалған сол бір қорқынышты жағдайды мүлдем ұмытып кетіп еді ғой. Ал Жібек ұмытпапты. Балқияның тілі байланды, айтуға сөз таппады. Бір күрсініп алған екеуі үнсіз екі жаққа тарасқан еді сол бір кеште. Сол кештен кейін олар мүмкіндік болғанша бір-бірлерінің көзіне түспеуге тырысып, іргелерін аулақ ұстайтын болды. Орта жиындарға түрлі сылтаулар айтып, бірі барса бірі бармай, тіпті бірінің есін бірі мүлдем ауызға алмайтын болды. Сырты жылтыр, іші қалтыр екеуінің де. Арадан біраз уақыт өткенде Балқия жалғыз ұлын үйлендіріп, аста төк дүбірлі той жасап, атақты әншілер шақырды. Шығынды мойнына алған әрине мерей ғой. Басқа жиындарына бармаса да, Жібек тойға баруы керек. Әнекей, жиналған жұрт шаттықтың теңізіне тербеліп, танымал хит әншілердің өнерін тамашалап, көңіл көтеріп отыр. Бір сәтке бәрі бейне бір концерт залына еніп кеткендей күйде. Осы бір үйлесім, әдемі атмосфера мен рухани ләззат бәрі бірге шексіз қуаныштың көркем көрінісіндей әсер қалдыруда. Ал Жібек көңілсіз отыр. Әңгіменің соңы. Авторы Бибі Мерген. Оқыған Гүлбану Бақкерейқызы. Құрметті тыңдарман, каналға кірсеңіз, басқа да қызықты жаңа хикаялар бар. Әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, пікір жазып, қолдап отырған баршаңызға алғыс айтамыз.